Қанша болды іштегенің айлы өкмет? Айлы өкмет болып іштегеніме 2,5 жыл болды. Бұл жерге ротация болып келгеніме 1 жыл 3 ай болды. Қайерден келді? Достық айлы өкмет. Ол Диден бе? Өмеден бе? Шамалсайдан бе? Коррупция қылтасың ба? Коррупция жоқ бізде. Жер сатқан жоқсың ба? Андай жоқ. Точно? Точно. Тауылып қалса не болады? Тауылып қалса мыйзам алына жоқ. Мен себебі мына сұрағаным себебі кеше күні баяғы мына бір 2 неделе болып қалды ұқсайды. Ысыкөлде бір чоғыш өткізгенбіз. Осы жерде досырай кетпеден бір орынбасары өрген 20 жылдан бері ішеді екен, жас эле бала екен. 20 жылдан иштегеннен чоң киши болуп калды. Ошону сурадым эле. Бала, коррупция жокпу десем, жок деди. Эч кандай сен эмеге киргишпедиң беле? Ушул жерде бир биздин бир сотрудник 28 гектар жер алып алыптыр. Мыйзамсыз. Ошого кол коюп жүрбедиң беле? 20 жылдан бери иштейт экенсиң. Сен жок, мен тазамын, эч кандай маселе жок. Текшерсем макулбу десем, макул деди. Капа болбойсуң десем, капа болбойм деди. Текшердик. Эмне болду? Азыр түрмөдө отурат. Кото ошо сага окшоп жооп берген алда, мен эме тазамын депчи. Сен ушул Жалал Абад облусундагы айлы өкмөттөргө үлгү кылып туруп бир текшербейлиби? Үлгү кылып туруп бир текшерейли сен жумуштарыңдычы, кылган иштериңди текшерейли, элдерден сураштырайлы, жер сатып берген болсоң, же мыйзам буза турган болсоң, жоопу тартыласың. Макул. Ошого макулсуңбу? Макул. Эч кандай эмең жок, Андайым жок. Наразычылыгың болбойт. Болбойт. Всё, жакшы.